Şekirsin sağınarım, jabıksam şağanarım. Anaşım bir özünsen, yabanarım. Anaşım şalkıp gülüsen, altımda uzak жүрсем, жүрегім жар толғайды, көңілім ортаймайды. Anası var adamdan, ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Anası var adamdan, ешқашан қартаймайды. Okşırdan son karımdan, қияға шығарымнан, бәйгеге өзің қосқан қолы барыма. Анашым шалқып күлсе, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Anası var adamdan, ешқашан қартаймайды. Жүрегім жар толғайды, көңілім ортаймайды. Anası var adamdan, ешқашан қартаймайды. Hoş geldinizler. Hoş gördük de bir kos alakanımız sol koşemetlesek de Rus'tan olan eder. Belki de arama aktidarlı alayım. Asakan kor, ерекше мейірімді, рахмы мол Алла Тағаланың атымен бүгінгі дүбірлі торқалы тойды бастауға рұқсат етіңіздер. Той құтты болсын баршаңызға. Тамаша, тағы рет қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңыз орынды болсын, осындай той, осындай қуаныш, осында отырған баршаңызға жұғымды болсын. Олай болса мынау иісі мұсылман қазақтың ұрпағы болғаннан кейін өздеріңізбен жақсылап, мұсылманшылап амандасып бастағаным жөн болар. Амандасқан адамдықтың белгісі, амандаспаған сарандықтың белгісі дейді. Сондықтан да ертістің арақ жағы семей ме екен, жақпен тілді сөйлеткен көмей ме екен, ассалаумағалейкум деп айтпасам, баласы көрген сіздің демей ме екен. Ассалаумағалейкум ұлы халық, сәлем сөздің патшасы ұмытпалық. Алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы ақсақал сәлем берер тұрып барып дейді. Бүгінгі қуанышқа қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңыз ырысты болсын, осындай той, осындай қуаныш, осында отырған баршаңызға жоғысты болсын деп тағы да бір қол соғып қояйын. Бәрекелді. Енді бүгінгі қуанышты мен айтпасам да баршаңызға бесенеден белгілі ғой. Ақжаулықта анамыз Ұлмекен анамыздың 70 жас мерейтойы деп жатырмыз. Олай болса, үлкен баласы Серік ағамыз бастап, Бірлік ағамыз қоштап, алысқа ат жіберіп, жақынға қат жіберіп, анамыздың 70 жас мерейтойы деп көл көшер дастархан жайып, анамыздың мерейтойын тойлап жатқан жағдайы бар. Ендеше мен енді көп сөйлеп созбай, әдеттен озбай, бүгінгі 70-ке толып жатқан Ақжаулықты анамды, Ұлмекен анамды әдемі әнмен, әдемі тамаша көңіл күймен, сіздердің қошеметтеріңізбен, шама шарқыларыңыз келсе орныңыздан тұрыңыздар, аяқтарыңызды ауыратын кісілерге өкпе жоқ, реніш жоқ, белін ауыратын кісілерге анамызға шапалақты ұрып, анамды сүйсең меншілсе әдемі әнмен, анамызды қарсы алайық ендеше. Анамды сені ізеткен, қартаны сені күзеткен, мұндай ана қаппайсың. Анамыз келе жатыр, қол соғайық, қошеме тұрайық.
Апа қуаныш құтты болсын. Той құтты болсын. Жасыңыз ұзақ болсын. Енді 100 жасаңыз, 200 жасаңыз демей ақ қояйын. Апам Алланың берген ғұмырын жасасын. Алла қанша ғұмыр береді, сол ғұмырда көретініңіз той болсын, қуаныш болсын, думан болсын. Қос құлыншағыз, қос қанатыңыз аман болсын. Соңыңыздан ерген ұрпақтарыңыз аман болсын. Ендеше Серік ағамыз бен Бірлік ағамыз анамызды алып шығып жатыр ғой. Міне, анамыздың осы өмірге келіп, соңынан ерген ұрпақтарымен де таныс болсақ ардақтап айтады. Келіндерін, немерелерін сіздердің қошеметтеріңізбен, құрметтеріңізбен қарсы алайық. Ал, ендеше қос келіні қызы дана қарындасымызды қосып, немерелерін қосылсақ жатыр. Ал, келіңіздер. Келіңіз, тіл көзім тасқа, Алла тіл көзін сақтасын. Кел, апа, қаша келдесейші, апа, келіңіз ортаға. Қараңыздаршы, мына кішкентай ғана ападан осыншама ұрпақтар жатыр, бір қошемет ұрып қояйық, апа, тіл көзім тасқа. Міне, анамыздың 70 жас деп, көпті жинап, бар шарқы шамасы келгенше ағайын достың басын жиып, ана жүрегінің түбіндегі қуанышын бөліскен жатыр ғой. Ана риза, Алла риза шығар аға сіздерге. Дегенмен анамыз аман болсын. Айтады ғой, жылы деп қабылдайын сізден келген, кеудемді осындай да өлең керген. Мен дағы аналдында басым дейім, маржансыз алсам да терең көлден. Аналар, қадырың зор қашандағы жүрегімнің жылуын сізден көрем. Семей оқып келген ұлабай да ең алдымен анасына сәлем берген. Өмірде кімдер қарып, кім қарып, жаныңды аялайтын анаң артық. Ей, адамдар, сыйлайықшы қастерлейік, ана деген құдіретті үшақ әріп. Өмірде мынау түсінем дейсің бәрінде, сән думан қылып айтасың әсем әнді де. Шетелдің қымбат әтірін емес қарағым, ананың сүтін, сәбидің исін қадірле. Ақында туған анадан, батырда туған анадан туған бар адам, пайғамбарымыз Мұхаммед ананы құрмет санаған дейді. Ал анамыз аман болсын, анамыз көп жасасын дейді. Міне. Рахмет. Ендеше ардақтағандар, енді мынау көзімізден кетсе де, көкейімізден кетпеген бір кісі болу керек дегенмен Алланың қалауымен Әли ағамыз бұл дүниеде жоқ. Дегенмен енді мына өлі разы болмай, тірі ешқашан байымайды дейді. Сондықтан да анамыздың осындай болып жүруіне Әли ағамыздың да біраз үлесі бар. Дегенмен сол кісінде рұқсат болса шамамыз келсе, 1-2 минут орнымыздан тұрып, әкемізді бір еске алсақ. Өлі разы болмай, тірі ешқашан байымайды дейді. Сондықтан да әкемізді кішкентай бір 2-3 минут үзіліс жариялап, үнсіздікпен еске алсақ ардақтағандар. Рахмет. Жылама апау, жыламаңыз. Қуаныштың көзі жас болсын. Әкеміздің жатқан жері топырақ торқау, Алла алдына жарық қылып, жаннатта дейсің. Ал, ендеше немерелер келіңіздер. Бүгінгі қуаныштың басынан естелік болсын, апамды ортаға алып, бір естелікке бір суретке түсіп алайық, сосын әрі қарай дастарханымызды ашып. Бәлегенде, ендеше Алланың қалауымен міне анамызды тойымыздың төріне жайғастырып жатырмыз. Айтып жатырмыз ғой, бағанадан бері тойымыздың басынан, Серік ағамыз бастап, Бірлік ағамыз қоштап, күн көсер берекелі ақ дастархан жайып жатыр. Олай болса, осы берекелі ақ дастарханымыздың бір бісмілласын келтірейік. Айтады ғой, сөздің басы бісмілласын іс қылма дейді. Құдайым міне бізге нәсіп берсін, нәсіпке берекесін қосып берсін, асқар таудай ағаларым шақырайын, ақ тілекпен, ақ батамен ақ дастарханды ашып берсін деп, бұрынғының арты, қазіргінің қарты, әулеттің үлкендері Әби ағамыз бен Қуанышбай ағамызды қошеметтеп асабаның алаңына шақырып, ақ тілекпен ақ дастарханымызды аша кетсін. Ал келіңіздер, әулеттің үлкендері Әби ағам мен Қуанышбай ағама деген насырендіш жоқ шапалақтарыңызға Алла өзі риза болсын. Ұрыңыздар ардақтағандар, қошеметтен отырыңыздар. Бүгін той, бүгін қуаныш, рахмет. Ал бүгінгі қуаныштың бастысының ұстамаған берсе, ақ дастарханға ақ бата беріп, ақ тілек айтып ашу өздеріңізге бұйырыпты. Әли ағамның нағашы деп сіз жазып берді, әулеттің үлкен деп сіз жазып берді. Кім бастайды, кім қосылайды, кімнен бастаймыз? Әли ағамыздан, ал. Ассаламағалейкум.
тойға келген құрметті қонақтар, міне бүгін Ұлмекен жеңгеміздің 70 жасы екен. 70 жасы құтты болсын. Міне тонның ішкі бауындай дейді қазақ, сондай өзінің жақындарын шақырып, міне бүгін көпшіліктің пәтерін алғалы отыр екен. Осы кісінің өмір жасы ұзақ болсын. Сіздерге арналған дастархан ашық деп жариялаймыз. Тамақтан алып отыра беріңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, үлкен ағайындар, жеңгем классастар отыр, көршілер отыр, ағайындар отыр. Барыңызды құтты болсын, денше. Құтты болсын, 70 жасыңыз. Жасай беріңіз, осы өсіріп өткен балдардың қызығын көріңіз. Балдарыңызға да рахмет. Жеңгеміз осындай бір той қылып 70 жасын тойлап келе жатқанына. Енді ағамыздың жоқтығын білдіріп жатқан жоқ қой, балдар енді. Рахмет, серік, бірлік сендерге. Осы әйтеуір аналарға қарап, өстіп, бәлбеште, бір тоқта қарап неғысыңдар, сендерге Құдайдың нұры жауады. Жайылған дастархандарыңыз әрқашан қуанышты күндерге жайылсын, денелеріңіз сау болсын, дастарханыңыз ашық, тәтті дамын, дәм татып отырыңыздар. Тамаша. Ал, айтқан ақ тілектеріңіз аға қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын, өмірменен өрлеп әрқашан орнын төрден алған орныңыз ешқашанда төр деген тұғырдан төмен болмасын. Алтындай бастарыңыз аман болып, әрқашанда той бастап беретін заман болсын. Тілек қабыл болсын деп қошеметтеп, той-тойына жайғасып алыңыздар ендеше. Міне, біз сізбен деп ақ тілек ақ батамен ақ дастарханымызды аштық. Міне Өлмекен апамыз, Серік ағам, Бірлік ағам барында нарында үстел үстіне үйіп төгіп арнайы өздеріңіздің құрметтеріңізге ақ дастархан жайды. Сіздер үшін түк ұялудың, қысылудың қажет жоқ. Сіздер алдарыңызда дәмнен астан алып отырыңыздар. Бүгінгі қуанышты әдемі ақ тілекпен бастасақ, әрі қарай бір тамаша әнмен қоштайық. Той құтты болсын, сіздерге де той жұғысты болсын. Алдарыңызда дәмнен астан алып, ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әсін. Sol
Ay bereketi, tamаша. Аллах тағайдан ендеше көп тілеге көл деп жатады, қырықтың бірі қыдыр деп жатады. Біріміздің болмаса, біріміздің тілегіміз бүгінгі қуанышта міндетті түрде қабыл болады. Сондықтан да жүрегіміздің түбіне жиып келген жақсы ниетіміз болса, ақ тілегім болса, осы бір қуанышта ақтара отырайық. Олай болса, әке тұрып ұл сөйлегеннен без, ана тұрып қыз сөйлегеннен без дейді. Асқар таудай әкелеріміз тұрған кезде, ақ жаулықты аналарымыз тұрған кезде, жап-жас болып біздің көп сөйлегеніміз жарамас, дегенмен үлкендерден бір әдемі бір ақ тілек алайық. Айтады ғой, үлкенге не берсең де жарасар, үлкенге тон берсең де жарасар, үлкенге қол берсең де жарасар, үлкенге әрине жол берсең де жарасар дейді. Ендеше Ұлбикен анамызға деген ақ ниетін, ақ тілегін ақтарсын деп мен ортаға асабаның алаңына ағайындардың бір ақ тілегімен бастағанда жөн көріп отырмын. Жалпы бір тілмен айтқанда ортаға барша табындар әулетін шақырғанда жөн көріп отырмын. Келіңіздер, мен осы әулетке ағайынмын дегендіктен асабаның алаңына үндеп келейін. Құрметті қонақтар, міне бүгін бәріміз бас қосып өшеге шейін осығанымыз. Менің бір түйіркемнің бүгінгі келгенмін жас екен. Жасына жас қосыла берсін, дені сау болсын, балдарының рахатын көрсін. Әрқашанда елдің алдында жүрсін. Қалдым ғой. Ой жаным, денім сау болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Балдарымның қызығын көріп өстіп, ойнап күліп ортада жүре бер. Айналайын сенен, Ұлбикенім, бір сиырым азын енерген. Серпіп аштым кез үйдің түндігін, өлең айтып би билейтін келдігін. Анамызға 70 жас деп күтуде, дастарханы Әлиұлы бірліктің. Қош келдіңіздер менің жақсы адамдарым. Неге ақша бермей шақырмысың, қалмады бар екен. Молодец, апа, жыламаңыз деді, қуаныштың көз жасы бар, қошемет ұрып қояқшы Любовь апайға жақтағандар. Міне, Аллаға мың тәуба, Аллаға шүкір. Енді осымен осындай бір тамада болып кетіп жарқырап елдің алдында жүргенім, халықтың алдында жүргенім бірінші Алланың арқасы болса, екінші осы Ақжауапты анамның арқасы. Неге десеңіздер, бірінші сыныптан 4-ші сыныпқа дейін мені оқытып, бар білімін үйреткен кісі, осы кісі бір қошемет ұрып қояқшы жақтағандар. Сынып жетекші болған. Апа жыламаңыз, ауырмаңыз, апа жыламаңыз. Қуаныштың көз жасы болсын. Ал енді әрі қарай мен өзімнің көрші ақысы Тәңір ақысы деп, қос көршім тұр, Ақжауапты аналарым тұр. Осы кісілерден бір тамаша бір тілек болсын. Қажы апамыздан бастаймыз ба, Рахил апамыздан ба? Ал апам өзіңізден бір тамаша тілек.
Құрметті тойға келген көпшілік қауым, қожаның қызының тойы бәрімізге ортақ, той құтты болсын бәрімізге. Ал бірлік серік айналайын, аналарыңа жасап жатқан тойларың құтты болсын. Ананы жаңа Мәккә Мәдинаға 3 рет арқалап барып келсе де бір күнгі емізген сүтіне жетпейді дейді ғой айналайын. Осы істеп жатқан, жасап жатқан тойларың еселеніп қайтсын. Ол мекен айналайын, 70 жасы құтты болсын. Мерейтойың. Осы көзге көрінген балдарыңның қызығын, немере шөберелеріңнің қызығын тойлап, қызықтарын көріп жүре бер. Тойың той боласын. Hoş geldinizler Toyşa Kavun. Canım, бұл мекенім. Mine Құдайға мың шүкір. Екі балам қазына, анам ақылшым. Осылардың арқасында шалқып жүре бер жаным. Алланың берген жасын жасап. Mine серігің, бірлігің, данам, не той жасап беріп атыр. Алладан қайтсын қызметтері жандарым. Қазіргі осы заманда той істеу оңай зат емес. Айналайын, қиналмай, неғылмай, анаң 70 жасын істеп беріп атсын. Аллаға мың шүкір. Ол мекен осы балдардың қызығын көре бер. Немере шөбере шөпшек көруге Алла тағалам нәсіп етсін. Баршаңызға той жосты болсын, тойларың тойға ұласа берсін жандар. Жеңге, туған күніңіз құтты болсын. Көп түкірсе көл болады демекші, көптің көңілін алып, бәтесін алып, анасының туған күнін тойлап берейін деп жатқанын осы пешіне құлағына шалды. Рахмет, тәтева. Деніңіз сау болсын жеңге. Әрдайым жүзіңізден күлкі айнымасын. Күліп жүріңіз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Алланың берген жасын жасап, осы балдардың қызығын көріңіз әрдайым. Сол жақсы сәттердің куәсі болайықпыз. Келінім, бірлік сиреп, бүгінгі анамның 70 жасы тойы құтты болсын. Өмір жасы ұзақ, дені сау болсын. Немере шөберелердің қызығын көріп ортасында ойнап күліп, Алланың берген жасын жасасын. Міне кеше ғана анамыз келін болып түсіп еді, көзіміз көрді. Жақсы келін, үлгілі ана, қожаның қызы деп сыйлы болды ортада. Бәрімізді де сыйлады. Енді қарттықтың жақсылығын берсін, жақсы әже тансын, жақсы кемпір атансын. Өмір жасың ұзақ болсын жаным. Бала шағаңның қызығын көріп ортасында жүре бер. Кеш жарық құрметті қонақтар, бүгін жиналған себебіміз апа, бүгін сіздің 70 жасыңыз, жасыңызға жас болсын, деніңіз сау болсын. Мына екі балаңыз тойыңыз істеп беріп жатыр. Рахмет ол кісілерге, келіндерге, немерелерге. Тойыңыз той қаласын, әдемі ақ жаулықты кемпір болып, біздердің тілеуімізді тілеп жүре беріңіз. Апа, аға келіңіздер. Сіздерде арнайы енді, уақыт жоқ заманда уақыт тауып, погоданың суығына қарамай, неше мың километр артына тастап, Қостанай облысы Рудный қаласынан келіп тұрып, ол кісілердің де төрт көзімізді келгенде бір тамаша тілектерімізді естіп алайық. Менің 3 балам бар деп атым. Күйеуімнің аты Әли. Өзінің 3 әріп атына сай Алла тағалаға маған 3 перзент берді. Мың қатері шүкірлеймін ғой. Және менің 4-ші балам бар. Ол менің мынау Әлиген ал қызым. 3 баламнан өзінің қолымда болды. Мынау
Алигина күйеу балам. Енді Құдайдың алдында да соны айта аламын. Сонша жерде мен деп келіп жатыр, қадамдарынан нұр жаусын, барлық көрсеткеніне мың қатері шүкір деймін. 3 немересі бар, қолдарынан сүйіп, желкелеріне түкір деймін немерелерінің. Құдай осы күнге барлықтарыңызды жеткізсін. Бүгін әдейі айтайын дедім. Құрметті ағайындар, мінекей бүгін келіп жатқан себебіміз мына Люба апамыздың жаңғырғанысының келіні ғой, енді біліп отырсыздар ғой. Енді жаңғыз келін емес, енді басқа өзінің балаларының келіндері бар, сонымен көп келіннің енді үлкен есебі ғой бұл енді менің түсінігім бойынша. Осы кісінің жасына жас қосыла берсін, алдарыңызда әдемі қартайып жүрсін. Осы балаларының қызығын көрсін. Мен айтайын деген мына Бірлік пен Серіктің үйінде келіндерге ұлы деген кісіні, енелеріңді, аналарыңды артық көріңдер. Өйткені сендер осы үйдің шаңырағының отын жағы болсыңдар. Мен үшінші солай. Сол барлығы жақсы болса, сендерді де бұл кісі өз қызындай, даже қызына артық жақсы көріп сүйеді. Немерлер бәрі қуанышты болсын, бақытты болсын. Құрметті бүгінгі тойға келген қонақтар, мынау бүгін менің әрі жеңгем, әрі шешем. Өмекенің 70 жасы. Сәл көрмесе сағынатын жеңгем, жақсы жаман күнімде қасымнан әрқашан табылатын жеңгем. Менің әйтеуір барлық жақсы күнімде барлығында бірге болып келе жатыр. Анамдай болып, осы кісінің Алла Тағала денсаулығын берсін, жасына жас қосыла берсін. Осы мына Алланың берген перзенттерінің арқасында шалқып, бақытты өмір сүріп, әдемі қартаюды нәсіп етсін. Немерелердің немере келіндер көрсін, шөбіре көрсін. Алла барлық жақсылықты нәсіп етсін. Әрқашан аман бол. Алдымызда ойнап күліп, шалқып жүре берді. Сен шалқып күліп жүрсең, біз де әрқашан бақыттымыз. Рейсім қалып кетті, ойлап отырым. Мынау әлекең айтады, Бірлік пен Серіктің ендігі тәрбие сенің қолында деп Зарушан қалып келді ғой. Кілем орыстың араса дегендей. Содан енді бұл екеуінің тәртібі енді өзін мақтамай қояйын. Орыстар айтады ғой, моя школа деп. Сол айтқандай менің тәрбием үйренген бар негізі. Сәл кетесе амалдап той істеуге әрекет қылады. Қуаныштымын мен өте. Бәрекелді. Көрдіңіз ғой? Сәке, әке сіздерге Алла разы болсын деп ағайындар мақтап жатыр. Жалпы айтады ғой, шапаның алтын болса да жағанменен жең керек, балаң патша болса да ағайын туыс бауыр ел керек дейді. Сондықтан да бүгінгі қуанышты, бүгінгі тойды әлі әкеміздің туысқандарының, бауырларының әдемі ақ тілегімен бастап жатқан жағдайымыз бар. Ал ендеше келіңдер ортаға тұрып, Үлбекен апамызды ортаға алайық. Үлбекен апам өзі үй соғып кезде жақсы болды. Шешкей жатасыз, Құдай қаласа жаурамайсың. Жайға салыңыздар. Тамаша алып келіп жатқан сый-сияпаттарыңыз тойларыңызда қайтсын. Алла сіздердің де шаңырақтарыңызға той болуды Алла нәсіп етсін. Тамаша керемет. Керемет. Рахмет. Алла разы болсын. Канибет тұп кетпеңіздер. Главный канибет тастап кетіңіздер. Жайға сайын. Ал ендеше ағайындар, басы жейтін басшыға жамбасы жақсы бар дейді. Қазақта ханнан қараға дейін сыйлап атылатын қазақтың ұлттық тағамы ет дайын болып деп Бәйтерек мейрамханасының
басшылығына хабар келді. Олай болса, Өлмеген анамыздың арнайы өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі қуаныштың бүгінгі тойдың қонақ асысы үлкен ас етті тарту өтіп қабыл алыңыздар ендеше. Ал. Бәрекелді, алдарыңызға ас қойып, екі қолды бос қойып, астарыңыз дәмді болсын деп, 5-10 минут үзіліс ендеше. Алдарыңызға балтабақты қойдық, балтабаққа бармақты батыр табақтың түрі көрінеше, астан алып отырыңыздар. Ас адамның арқауы 5-10 минут үзіліс ендеше. Мен өздеріңіздің назарларыңызды алмайын деп 5-10 минут үзіліс берген болатынмын. Атадан қалған керемет жүзбар мен құрғақ қас ауыл жұрттарды ендеше бүгінгі қуанышымызды, бүгінгі тойымызды құрғатып алмай тағы да топқа түсіп тұрған жайымыз бар. Сіздер алдарыңызда дәмнен астын алып отырыңыздар, бізге де назарларыңызды салып отырыңыздар. Бүгінгі қуанышта болам деген баланың бетін қақпа белін бұл дейді адам қазақ. Мен әжеме арнайы әжетайым деген бір әдемі әнім салып берейін деп, Өлмеген апамның немересі, яғни Серік ағамыздың қызы Аяру қарындасымыздың бір әдемі әніне куәгер болды. Шама шарқымыз жетсе, қол соғып қошеметтеп Аяруға шапалақпен шабық беріп отырайық. Арнайы әжесінің құрметіне арнап әжетайым деген әнін қабыл алыңыздар ендеше. Жаным
Tamаша. Аяғыңа қошемет бар ма? Тамаша. Бізде 4 сағат, 5 сағат халықтың алдында сайрап тұрып табатын ақшаны аяғы бір әмек тауып жатыр, қошемет қойып. Енді сіздер ойламаңыздар еді да, жаңа ақша жинау үшін ән айтып деп дегенмен әжесінің әдемі туған күніне қуанышына деген арнаған әні ғой. Біздің аярудың өнерін бағалап беріп жатқан өздеріңіз, сондықтан да тағы да бір қошемет ұрып қояйық. Өнерді шапалақтан қағылай бермей қой, жалпы мына Төреғали Қайрат Нұртас жалпы Қазақстанның өнер жұлдызындағылар ән салса, мен қарап отырам концертте аямай шапалағын соғып жатады. Ол кісілер компьютердің көмегіне жүгініп, микрофонның ар жағында сағызын шайнап тұрады. Міне, бала болса да өзінің жанды даусымен айтып тұр. Соның бір дәлелі болсын, жаңағы әже деген қайырмасын бір орындап берші кәне. Әже, еркелеген сізге, қыз көктем жас күзде, жүр жанымызда. Әже, шаттық сыйлап бізге, жете берші жүзге, шын бағымызға. Осы әдемі әніме Ольмекен апамыздың 2023 жылы январдың пенсиясы сенікі құдай қаласа. Алып болған жоқсыз ба январдың пенсиясын? Беріңіз деді немереңізге, тамаша, қошемет ұрайық, шапалақ ұрып қояйық. Бәрекелді, аяғы қызымыздың әдемі әні болады. Аллаға тағайындар, әрі қарай ақ тілегімізді, ақ ниетімізді ақтара отырайық. Олай болса енді келер сөзді кезеген Айдар ойдың өзіндегі жаңағы тойымыздың басында Әли ағамның, яғни Тамалардың әдемі ақ тілегімен бастасақ, ендігі кезекті ақ тілекті, міне, Ольмекен анамыздың басы ауырып, балтыры сыздағанда жанынан табылатын бір топ төркіндер, яғни бауырлары, бір тілмен айтқанда ақсүйек қожаларды ортаға шақырып, бір әдемі ақ тілеген алайық. Ал келіңіздер, анамыздың бауырлары берекесінен де жетті. Сіздерді құрметтеріңізге міндетті түрде ән қойып ортада Ольмекен апамды алып билейтін боламыз. Ассалаумағалейкум тойға жиналған қауым. Бүгінгі тойға жиналған себебіміз біздің апалық апамыздың 70 жас мерейтойы. Баршаңызға құтты болсын. Алдары серік бірлік, дана келдер барлығыңызға рахмет, Алла разы болсын. Апамыз немерелеріңіз ертіңіз апа, шөбере шертіп, балдарының алдында, ортамызда ойнап күліп жүре беріңіз. Әлемдегі барлық жақсылықтың тілейміз. Ольмекен апа, бүгінгі 70 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, балдарыңыздың алдында ойнап күліп жүре беріңіздер. Серік, берік, бірлік, аман болыңдар, айналайын болсын. Амалдарының тойын тойлап беріп жатсыздар, балдарыңыз бақытты болсын, өмірлі шүрлі болыңыздар. Әрқашан осы тойда басымыз қосыла берсін, амандықта. Саламатсыздар ма көпшілік, жиналған қауым. Мына менің бүгін бауыр Ольмекен апамның 70 жасқа толған мерейтойы екен. Мен апама осы дүниедегі бар жақсылықты тілеймін. Дені сау болсын, ауырмасын, Алланың назарында, бақыттың базарында болсын бауырым. Ешқандай ауырмай осы балдарының қызығын көріп жүре берсін. Балдарына рахмет. Бұл ата-анаға істеген балдардың несі. Енді жаңа меккеге үшеу табаржада жаңа нермет дейді ғой. Сондай-ақ істеп беру борыш деп ойлаймын өзім. Енді 70-ке жеткен де бар, жетпеген де бар. Аллаға шүкір, міне бауырымыз бүгін 70-ке толып отыр екен. Барлығыңыз осы апамды сыйлап келіп отырғандарыңыз үшін сіздерге де рахмет. Мен де
өзім шығарған өлеңді айтайын ба? Бір кішкене нені жазып жіберейін, айтып жіберейін енді. Айбеттеңіздер, құтты болсын 70 жас. Қуанышқа бөлейтін, мерейтойда шаттана, әнжір менен тербейтін. Бар жақсылық орнасын, отбасыңыз аман боп. Жадыраңыз күн сайын, тыныш бейбіт заман боп. Жаңа жаста көріңіз, бақыты мен шаттығын. Немере мен шөбере, сыйлар сізге тәтті үн. Жастан жасқа жетіңіз, әр таңыңыз күлімдеп. Арналады бір сізге, шын жүректен жырым тек. Үйге бар екен ғой біраз білесіздер. Қошемет ұрайық еді, біз табан ауып енді халықтың жазып берген шумағын айтып берсек, ол кісі өзі жазып беріп жатыр. Құдай қаласа, біздер ниет қылып отырмыз, жақсы ниет қылып отырмыз, негізі ақын іздеп жатыр енді әртіпті класстасымызға бір 4 жұмақ бір өлең жазатын енді сіздер жазатын болыңыз. Алла нәсіп етсе 20 жылдық жасаймыз деп жатыр. Ал әрі қарай жәке айтамыз ба? Апа, келіңіз ортаға шығып, бір бойымызды көрсетіп, түрімізді көрсетіп. Ортаға шығыңыз апа, ана жақта кісілер көрсін еді кімнің тілек айтып жатқанын. Мінекен апа, бүгінгі 70 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, ауырмаңыз, жасыңызға жас қосыла берсін. Алланың берген ұл қыздарының, немерелеріңіздің қызығын көріп жүре беріңіз. Шөбересіңіз, үйіңізде тек жақсылық болсын, той болсын, сіздің үйге тек той деп келейін. Өлелерім Серік, Бірлік, келіндер сіздерге де рахмет. Апамның осындай 70 жас тойын істеп жатсындар. Сіздердің де дендеріңіз сау болсын, әрқашан үйлеріңде той болсын осындай. Апамның бұдан да басқа тойлары 75, 80, 85 тойыңызға келейік апа. Қасыңызға жасын. Бүгінгі апа, құтты болсын. Ең сау болсын, құтты болсын. Әрқашан біздің алдымызда сіз біздің Қазақстан Болды ма? Айтамыз ба апа? Келіңіз, ортаға шығып, камераға алып әдемі ойдақшы. Құрметті қонақтар, міне бүгін апамның туылған күні құтты болсын, дені сау болсын, өмір жасы ұзақ болып, бала шағасының қызығын көріп жүре берсін. Тойларыңыз тойға ұлассын. Болды ма? Қалғанымыз қосыламыз, иә? Алла тағала айтады деген ғой, тек қана ауызбен емес, жүрекпен айтқан тілекті де қабыл етемін деп. Ауызбен тілек тілей алмасаңыздар, жүрекпен тілек тілесеңіздер, міндетті түрде тілектеріңіз қабыл болады. Ал апа, тағы да айтайын, басыңыз ауырып, балтырыңыз сыздағанда, жаныңыздан табылатын осында бауырларыңыз аман болсын. Бауырларыңыз бүтін, бастарыңыз аман болсын. Апамды ортаға алайық, естелікке суретке түсейік. Сіздердің құрметтеріңізге туысқандар деген бір әдемі ән қойып берейік. Апамды ортаға алып, қожалар болып, туысқандар болып, бір ортада билеп алсаңыздар болады. Келіңіздер. Сіздерден бәкеге нағашылармен естелікке суретке түсіп алды. Сәкен қайда, келіңіздер. Алтындай жарқырап жүре берсін деп апамның төркіндері алтын тағып жатыр. Қошемет тұрып қояйық ана тағайдан. Алтындай бауырларының алтынан ат басындай алтын сақина. Ал апамды ортаға алайық. Естелікке суретке түсіп, туысқандар әнде ортада туысқандар болып бір билеп алайық ендеше. Келіңіздер, бір қатар болып тұрыңыздар, естелікке суретке түсіп алыңыздар.
келіңіздер, жайғасыңыздар. Ой, тамаша. Kere ağrı ömrümden 70 yaşı. Onun bazıları terler, küçüyeler. Her yılda kalanlıklı sana toyları kutlu olsun. Toyun kutlarız. Bunlar bir gün ağlanın bazıları arkasında. Bunlar bizde sürekli. Toyum toybalası, sağlanan karası, benim yüzüm sevgilim, benim yüzüm yaştım, sandıra, tatlı olsun toylarım, tatlı olsun toylarım,
Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Ол мекеннің жеңгеміздің 70 жасы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Немере көріп жатыр, шөбере көріп, шөберенің қолынан су шөпшектерін көре берсін. Серік, бірлік, мамалардың 70 жасы құтты болсын. Әрқашанда үйлерінде осындай той, қуанышты күнге жинап, халықтың процесін алайын. Соңғы жүрек адамды құрметті. Оны үлгімі 70 жасы құтты болсын, денсаулығы мықты болсын. Ойнап күліп жүре бер. Серік, бірлік, келіндер рахмет. Тойлар құтты болсын, тойға болсын. Ойнап күліп. Көпшілік қауым жеңгеміздің 70 жас мерейтойы. Бірлік, серік, дана, рахмет сендерге келіндер. Барлығын жабын, жеңгемнің 70 жасын тойлап жатырмыз. Осы істеген қызметтеріңіз Алладан айтсын. Өзіңізді жүрісті болсын. Мына келген қонақтар бәріңізге рахмет. Бүгін жеңгемізді қадірлеп келіп жатқандарыңызға рахмет. Неше жасыңызға жас болсын, болсаңызға гүлдей жайнап жүре беріңіз. Құрметті қонақтар, баршаларыңызға той құтты болсын. Бүгінгі тойдың себепшісі ол мекен жеңгем. Ол мекенді бәріңіз де білесіздер. Ол мекеннің біздердің әулетімізден ойып тұрып алатын орны бар, жеңге деген. Бұның үлкенге, кішіге әулетіміздің бәрінің қызметі ерекше, өзінің орны да ерекше. Ол мекен бүгінгі мерейтойың құтты болсын, денің сау болсын, ауырма, балдарыңның қызығын көріп, Алланың берген жасын жасай бер. Әрқашан үйінде тойдың мұң болсын. Інілерім менен келіндерім де тойларың құтты болсын, ниеттеріңді Алла қабыл етсін, тойларың тойға жалғаса берсін. Сендер де келінді болыңдар, қыз ұзатыңдар деген сияқты тойға жалғаса берсін. Аман есен болыңыздар, баршаларыңызға денсаулық. Құрметті тойшыл қауым, тойларыңыз құтты болсын. Соның ішінде айрықша апа, сіздің бүгінгі күнгі 70 жасыңыз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ, деніңіз сау болсын. Екі жағыңызда мына екі арыстандай ұлдарыңыз аман болсын. Солардан өніп өскен ұрпақтар, келіндер аман болсын. Отбасыларыңа бақыт, береке, дүниедегі бар жақсылық тілеймін. Апамның бір елемде қалатын бір еңбегін айтып кетейін сіздерге. Мен 1983 жылы осы Керіз халқына келін болып түстім. Келгеннен келін болып Бөтенерден аяқ құтықтан келіп түстім. Сонан кейін бұл кісі менен бөтен елдің ішіне кіріп барғасын, кіммен сырласу керек, кіммен пікірлесу керек білмейсіз ғой. Қарадым, тек апамды таптым. Енді отбасы, ошаққасы болғасын, бірде ренжисіз, бірде көңіл күйіңіз болмай қалады. Сол кездер апама барып, мен шағынам, мынадай болды. Сол кезде апам бізге дұрыс жол сілтеп, дұрыс жөн сілтеп, ақыл беріп, біздерді тура жолға салды. Осы кісінің салған тура жолдың арқасында мінекей біздер бір тайпа ел болып отырмыз. Біздің жастаған елінің келіндерінің наставнигі ұстазымыз көрсетілген. Бәрімізге дұрыс жол сілтеді, бәрімізге дұрыс ақыл айтты. Бір болсын деді, сол елді өссін, өнсін жастағандар деді. Соның арқасында мінекей жастаған ауылынан бір балдарын ертіп шығып кеткен келінді көрген жоқпын. Барлығы өз жолына, өз жөніне, өздерінің құрмет ізетін арттырып жүре берді. Міне соның бәрі осы кісінің арқасы. Ауылымызда мінекей келіндердің наставнигі ұстазымыз болды бұл кісі біздің. Осы кісіге қарап біздер де ақылды келін болайық деп ұмтылдық. Соның тәрбиенің арқасы мінекей бір тайпа ел болып отырмыз. Сол үшін біздің жастаған ауылда үлкен бір кісінің ойып тұрып алатын орны бар. Апамды біздер өзіміздің ешқашан басқа рудың келіні деп білген жоқпыз. Өйткені біздің елдің өзіміздің ауылдың келіні шығар деп ойлағанбыз.
жастарымызға деп кейін барып білдік. Оған ең бұл кісі біздерге ең бір жақсы туған абысындай ақыл кеңесін берген кісі бұл кісі. Сол үшін бұл кісіні біздер қатты құрмет етеміз, сыйлаймыз, жақсы көреміз. Ортамызда өте құрметке ие апам. Бір тілмен айтқанда асханаға кіргізіп алып посудамен таныстырған кісі осы кісі десеңізші. Жалпы абысын тату болса ас көп деп жатады ғой міне. Тамаша осындай қуанышта қуанып білген адамға Алланың құты қонады дейді де, бақытын бағалап білген адамға Алланың бағы қонады. Ол Мекен апамыздың қуанышына, бақытына бағалап келіп жатсыздар ғой. Алланың құтымен бағы бірдей бір шаңырақтарыңызға қонсын. Ендеше апамды ортаға алайық, естелікке суретке түсіп алайық, сосын сый апатымыз тапсырып, жақсылап құттықтап, құттығымызға жайғасайық. Ой, Мекен апамнан да шапан көбейді апау. Әбетке дейін біреу, әбеттен кейін екінші киіп, Құдай қаласа жарқырап жүресе, Алла соңғы жетсе тек қана тойда ғана өйстіп жарқырап жүруді Алла нәсіп етсін. Ал сый апатымыз тапсырайық, суретке түсіп, естелікке құттығымызға жайғасайық. Тамаша, ал жайғасып алыңыздар. Сыйлықты тапсырып болған болса құттығымызға жайғасақ, енді бір тілек алайық, сосын ән қойып ортада баршамыз билеп алатын боламыз. Дегенмен жаңа енді мына жерде әрі жеңгем, әрі нағашы апам, Майра жеңгеміз, Майра апамыз Олмекен апайды күштеп мақтап жатыр ғой. Біздің Қызылшықтардан мақтайтын бір кісі бар. Мен ортаға Рахила апамды шақырып бір әдемі ән сұрасам, сіздер қошеметтесеңіздер, қолдасаңыздар, Рахила апамнан бір әдемі ән болсын ендеше. Бүгінгі қуанышқа деген. Басым тұтқалым. Балдарымызым көріп жүргенде айтып. Жаңа өлең айтып тұрған қызыма ырза болып тұрмын. Ана деген өлеңді естігеннен, бірақ әже деген өлеңді осы уақытқа шейін естіпеппін. Көп рахмет, иә. Негізінде енді айып етпеңіздер. Мен жағына қолғап шешкен жерінде 180 мыңдық сақинам түсіп қапты. Соны іздеп жүрмін. Көрсеңіздер, тауып алсаңыздар, хабарласыңыздар. Мына қолғап шешкенмен түсіп қапты. Бұйырса шығар, бұйырмаса кетер қайтеміз енді. Қолғап ішінде жар емес. Қарап келмін. Қожасын ғой енді, ойланып отыр. Өлеңді мен айтамын, туған елге, туылып кіндік қаным тамған жерге, қоштасып
жарасады ай көркі биікте тек аласаны болмаса сұлу қыз ару әйел табынып еркіндікпен санасады көктегі ай күнде дара туған қыз есегін ей алатынған қазақтың намысы ару қызы мәңгі өлмес арман жырдан мәңгі өлмес арман жырдан жаратылған шалқытып шаңырағын тамашаның бақытын отбасының жарашады тірліктің түп мәні ұрпақ деген аруға ана болу жарасады көктегі ай күндей дара туған қыз десе дүние дара тынған қазақтың намысы ару қызы мәңгі өлмес арман жырдан мәңгі өлмес арман жырдан жаратылған. Апау, рахмет тоқтаңыз. Бұда той елінің атынан кішкене сый-сияпат әдемі әніңізге, әдемі биіңізге тамаша. Қошемет соғайық, қол соғайық аналарыңызға. Ал енді ақтағайда енді бір тілек, сол тілектен кейін бата аламыз, енді кішкене бір сағатта үзіліс береміз. Ал келесі сөздің кезегін айтар ойдың өзегін бір дос бар басыңнан бақ кеткенше, бір дос бар астыңнан тақ кеткенше, бір дос бар алдыңнан мал кеткенше, нағыз дос бар кеудемнен жан кеткенше. Ендеше ол мекен анамыздың ыстығында да, суығында да, қайғысында да, қуанышында да, жанында жалау бола берген бір топ достары, класстастары бар деп жазып беріпті. Сол кісілерді шақырып бір әдемі ақ тілек сұрайық. Ал келіңіздер, Ұлмекен апамның барша класстас дос. Ренжімеңіздер. Мына класстастарым шығып тұр. Баяғы басыма ақ бандит тағып жүрген 15 жасар келін ойыма түсіп жатыр. Біз керіздің теп ұшқан жастар едік, білім көзін ұшқағыптан бастар едік, бәріміз де жазылмаған дастан едік, класстастар қорғастар, сол дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастар едік, армандастар қайда, абзалдастар қайда, мен сағынған класстастар қайда екен. Туған елді артқа тастап кеттіңдер ме, өзегім деп шекарадан өттіңдер ме, тарап-тарап әр ауылға кеттіңдер ме, армандастар жолдастар. Біз керіздің мөлдіреген жастар едік, білім көзін ұшқан оқтан бастар едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, мен сағынған класстастар қайда екен, мен сағынған класстастар қайда екен. Бұл да бір бақыт қой, бүгінгі күн қуаныш, бүгінгі күн мереке, бүгінгі күн біз үшін таусылмайтын береке дейді. Осындай берекелі күндеріңіз көп болсын әрқашанда. Алла тойда жолықтыруын нәсіп етсін. Ал кімнен бастаймыз? Кімден бастаймыз? Ана Рәжап аға ма? Ал айтыңыздар. Құрметті жиылып отқан кісілер, бүгін мына класстасымыз бірінші класстан бастап 10-шы сыныпқа дейін бірге отырған, бір партада отырған, бір жолменен келіп, бір жолменен барған 10-шы класты бірге оқыған класстасым Ұлмекен 70 жасқа шығып жатыр екен. 70 жасы құтты болсын, Алланың берген жасын жасай берсін. Мына балдарының жақын жоқтың ортасында абыройлы, денсаулығы мықты, жүзіне күлкі кетпей, құлпырып өсіп жайнап
мына балдары келіндер дастархан жайып отыр екен. Барлығына мына класстастар 70-терге жұғысты болсын, денсаулықтары мықты, қуаныш күндеріміз көп болсын деймін. Туған күні құтты болсын. Құрметті тойшыл қауым, саламатсыздар ма, тегіс амансыздар ма? Мінекей бүгін қаланың орталығында жайғасқан Бәйтерек мейрамханасына себеппенен бас қосып отырмыз. Бұл бас қосуымызға себеп біз жастайынан апалақ деп атап кеткен апаларымыз бүгін 70 жасқа толып отыр. 70 жас апалақ құтты болсын, денің сау болсын, немереден шөбере көр, балдарының, келіндерінің қызығын көріп, әлейдің көрмеген қызығын бөлін көріп. Бұлар енді мен 50-ші жылға, бұлар 53-ші жылға менің жанымда тұрғанда, мен 69-да бітірсем, бұлар 70-де бітірген. Сол 52-53 ауылда жүргенде бір қазаннан ас ішіп дегенде барлығымыз сол бір адамның баласындай болып, барлығымыз осылай сыйласып өткенбіз. Сол сыйластық әлі жалғасып келе жатыр. Міне осы топтардың бұзылмасын деген келеді. Енді Люба мен Әли ауылда бірге өстік. Люба құтты болсын, өзіңе де келінінің. Енді тең тұрғанда атана сән екен ғой тірліктің деген. Әли енді өмірден озып кетті. Айтып жатырмыз, соның көрген еткен қызығын сен өзің көр деп жатырмыз. Ал мынаның сабағындай қызы алтын асықтай ұлдары бар. Міне бақытты анасын апалақ. Иә, құтты болсын. Мына біздің шалымыз Жәйкен осы қожалардың ұрпағынан, солардың апаларынан туылған. Мен қожаларды көрсем, кей кезде әзілдесіп қоятыным бар. Міне осы сыйластығымыз әбәди болсын. Иә, асты ішкенде асқазан қуанады екен, асты қорыттым деп. Жүрек жақсы сөздер айтылғанда, жақсы тілектер айтылғанда, жүрек қуанады екен. Жүректеріңіз тыныш болсын, апалар тойын тойласын. Құрметті ағайындар, бүгін енді осы бас қосуымыздың бүгін сәтті күні. Осы Алмекен досымыз 70 жасқа толып жатыр екен. Барлығымызға да міне келген қонақтар, үлкен кішілер бәріңізге де сәлемдер, саламат болыңыздар. Келген жаңа жылдарыңыз құтты болсын, барлықтарының үйімізде той болып, осы той бәріңізге жұғысты болсын. Міне бүгінгі тойдың себепшісі біздің мынау бірге өскен құрбымыз, жолдасымыз, досымыз Алмекеннің 70 жасқа толған мерейлік той екен. Міне Алмекен мерей жасың құтты болсын, жасыңа жас қосылсын, басыңа бас қосылсын, отбасында тек жақсылық болсын. Міне берік, серік, мынау дана бәрін аналарыңды құрметтеп, бүгінгі той жасап беріп отырғандарына мыңдайдары алғыс. Сендер де осы аналарының, енелерінің жасын сендерге де беріп жұғысты болып, сендер де өсірген балапандарының қызығын көріп, ұлмеміздерінің ата әже бола беріңіздер. Енді міне айтып жатырмыз жаңа Әли де 53-ші жылғы еді ғой, ол да 70-ге толатын еді. Өзі міне Алмекенменен нардай құдас еді, әрі кластас еді. Енді ол Алланың ісі. Міне Люба апай, сізге де құтты болсын айтамыз. Енді осы шаңырақтың үлкенісі сіз ғой. Сіз де Алланың берген жасын жасап, осы төркіндеріңіздің қызығын көре беріңіз. Міне жаңа айтып отырған сөздердің барлығы рас. Алмекен ауылдың қожаның қызы Ақсүйек, әрі ауылға да елге де белгілі төрт ауыз ауыз әдебиетінің ақыны. Жаңағы айтқандай төрт ауыз ақын өлең шығарып сөз айтпайтын, отырыспанын жүрген жердің гүлі төрт ауыз өлеңді айтып жүретін. Енді солардың бәрін қайтарамыз ба деп біздер де әйтеуір әрекет қылып жатырмыз енді. Қолымыздан келсе. Енді мен де бір төрт ауыз өлең бар еді, оқып берейін. 70 деген көрінер жастарға алыс белдей-ақ. Біздер үшін болды бұл таяқ тастан жердей-ақ. Әне міне дегенше жетіп келдік желдей-ақ. Жүрген жолым сондағы есікпенен төрге-ақ.
зейнетке жеттік, жас жетіп, көбейтіп қарттар қарасын, әже болдық қадірлі, төрден орын алатын, үйлеріне шақырып батасын біздің алатын. Неге енді мен қарттардың санын көбейтіп зейнетке келіп отырмыз. Ұлмекен неге зейнет жасың құтты болсын, әжелерің де құтты болсын, Алланың берген жасын жасай бер, Алланың берген қызығын көріп, немереден шүбіре сүйіп жүре бер. Тек жақсы күндерді ғана саған тілеймін. Міне, енді музыкалық сәлемімізді мынау ортамызда бір апайымыз бар, сол музыкалық сәлемді айтып береді. Отырып айта беріңіз, апа, отырып айта беріңіз, отырып. Айта беріңіз, отырып айта беріңіз. Сіздерге шықпайды. Бүгінгі тойға жиналған құрметті қонақтар, алыс жақыннан келген менің мына екі бауырым, жәндерім, мына Ақжеңшеме 70 жасын істеп беріп жатыр екенсіңдер. Рахмет, Паридажан, кішкентай келін, Данагүл жаным, рахмет барлығын. Мен бұлардың классына 67 классында келгенмін. Сол кезде Әли ағам маған қарындасым деп қасымнан шықпай, мына Ақжеңшеммен екеуі бірге жүретін. Біздерге бапли алып беретін. Баплиді ана Қали атамның келіншегі сататын бөпетте. Содан бапли әкеп ортамызға қояды, соны жейміз. Сонда мен 7-ші кластағы жеңше дейтін едім, Ақжеңше дейтін едім, әлі Ақжеңше деймін. Апа, сізге мына бауырыңыздың келіншегінің 70 жасқа толған құтты болсын. Сіз ғой осы нені басы тойдың. Мінекей Ұлмекен 70 жасың құтты болсын, Ақжеңше. Алланың берген жасын жасай бер. Менің бауырларыма рахмет. Мінекей дастархан жайып, үлкендердің бәтесін алып жатырмына біздерді жинап, біреу шақырса қуанып қаламыз біздер. Барлығымыз келіп, алып ішіп, ерпілдеп отырамыз. Енді мына Ақжеңшемнің тойына да осы біратла 15-ін жетке алмай, зорға жеттім ғой. Бала оса қыз едің бір кезеде, шашың ақ бантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам. Нұрлы бейнең таңдай жарқырап, арманысың қандай жаннан, шынарым-ау сен мөлдірсің еркем, тау бұлағындай, сен мөлдірсің еркем, тау бұлағындай. Жылдарға қол создың жан құрбым, жылдардың еркіне бағындым. Ой жетіп қалдың ба, шашыңда бантик жоқ бүгін. Білмеймін, бой жетіп қалдың ба, шашыңда бантик жоқ бүгін. Нұрлы бейнең таңдай жарқын, арманысың менің ағамның, жеңешем-ау, сен мөлдірсің жеңше, тау бұлағындай, сен мөлдірсің жеңше, тау бұлағындай. Тамаша. Қандай жақсы гүлжейін ағана, әлі сол қалпында ғой. Рахмет.
қалдырмады айтыңыз. Құрметті қонақтар, тойға келген қауым, олеке бүгінгі 70 жасы құтты болсын. Той жасап беріп жатқан мына Берік пен Серікке де құтты болсын айтамын. Бірлігі тойларын тойға ұласа берсін. Денің сау осы балтардың ортасында ойнап күліп немерені ертіп шөберені шертіп жүре берсін. Өлмеген тойым тойға ұласа берсін. Осы балтарды келсең немерелерімнің тойына да келеміз, біздер де құтылмайсыңдар. Бір минут қазір берем, апа. Қазір 1 минут берем, Мына 2 кісіге қошемет жіберейікші ардақтағандар. Құрметті қонақтар, неге десеңіздер, біз деніміз сау, аяққа мініп жүрсек те мұздақта жүрудің өзі қиын ғой. Бұл кісілер біле, Өлмеген апамның қуанышына ортақтасайын деп, денсаулықтан сыр берсе де қолдарына таяқтан ұстап, бүгінгі қуанышқа келіп жатыр. Айтады ғой, келесі тойда келгенде класстастардың басын бастап келіңіздер. Жақсы тілекті жаттап келіңіздер. Құдай қаласа, бүгінгі Өлмеген анамыздың 70 жасында кішкене денсаулықтарын сыр беріп, қолдарыңызға таяқ ұстап келіпсіздер. Құдай қалап, Алла нәсіп етіп, келесі 10 жылда Өлмеген апамның 80 жасында денсаулықтарыңыз мықты болып, таяқтарыңыз тастап келіңіздер деп келеді. Деніңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Ал, әрі қарай апа, айта қойыңыз. Қадірлі қонақтар, бүгінгі мына той болып жатқан Өлмекеннің 70 жасы құтты болсын, оны істеп барып жатқан балдарына рахмет. Біз кішкентайымыздан бірге өстік, Әли, Жұмахмет, келіншектермен бірге келіп, осы балдарымыздың тай-тай басқаннан бастап бірге тойлап, үйленгендерін бірге тойладық. Міне осы балдардың бүгін анасының 70 жасын істегенін көріп тойымыз көкке жетіп отыр. Рахмет жандарым, Алла разы болсын. Одан кейін Өлмекен үй үстіне үй тіксе үйден де жыл болады деп, менің қазір құдашам, қожаларға 1 емес 2 қыз бергенмін. Амандықта осы құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Аман сау болыңдар жандарым. Осы аналарыңа істеген жақсылықтарың өздеріне еселеп қайтсын. Өлмекенге арнап асыл әжем. Асыл әжем, ғасыр әжем, аңсаған сағынышым, сағынымандай самсаған, әке болып шірігенімді омадап, әлі күнге еркелеймін мені саған. Әке болып шірігенімді омадап, әлі күнге еркелеймін мен саған. Қозыңдаймын ойнақтаған алы барда, құлындаймын асыр салған аңғарда, өзің барда ұялмаймын күніге, жылауға да ұялмаймын сен барда. Асыл әжем, аман бол. Айтасыздар ма, қалғанымыз қосыламыз ба? Бәрекелді. Ал, 70-ке толмағандарыңыз болса толыңыздар. 70-ке толғандарыңыз болса 70-тен асып 80-90-ға толыңыздар. Апа тоқтаңыз, асықпаңыздар. Суретке түсуге ерте. Енді Өзбекстаннан бір қонақ сізді құттықтап жатыр. Әрине сыныптасыңыз, өзіңіздің көз ашып көрген құдағиыңыз Нұргүл апай әдемімен құттықтап жіберді. Бейбіттің алдында сол Нұргүл апайдың сәлемдемесін арнайы өзіңізге құттықтауын қойып берейік деп жатырмыз. Ал, ендеше Нұргүл апамның әдемі ақ тілегін қойып беріңіздер. Көтер бүкіл естісін. Өлмекен құдағай 70 жасың құтты болсын. Балдарыңның рахатын көріп, немерелеріңнің қызығын көріп, шалқып, Алла берген жасқа жете бер. Жерде отырған киелі кездің халқына сәлем айт.
Тамаша. Міне. Сонау Өзбекстанда отырса да тілеулес болып, тілеуіңізді айтып, ақ тілегін айтып жатқан класстастар болып, сыныптастар болып естелікке бір суретке түсіп алайық. Келіңіздер, бәке, сәке, келіңіздер, келіндерді, сіздер де келіңіздер. Құттықтауымызға жайға сәке. Бізден емес ерлерден, Қазіреті Омар Осман Садық Қожапірлерден, 124 пайғамбар, 99 мыңға жайық ұлышшың сұқаға. Мәдинада Мұхаммад, Түркістанда Қожақмет соларды жерден өткесін. Я Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын, әулелер қолдасын. Сиынғаным әзірет, жұмыла бірлер жәрдемет, тар жолда тәркешуде, назарын салдырды. Кідіріп тұрып қалмасын, қолтқа қысып алғы. Дастархандарың бірегелі, оттың басы мереке. Әрқашан Наурой, алхамдалы әлемдер осындай үлкен тойды кесілейік. Жүзге жетіңіз. Әмин Қожеге берген бата қабыл болсын. Ал келіңіздер, енді біз жектерде бір әдемі ән болсын, бір жарты сағат, бір сағат, бір бойымыз жаз, ортаға бір биге балыңыздар ендеше. Кеттік байқы.